Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін біз химия пәнінен ПТС емтиханын талдайтын боламыз. Так, бірінші сұрақ. What is the oxidation state of carbon in oxalic acid? Бізде H2CeO4 бар. И карбонның oxidation state'ін табу керек. Ол үшін біз бірінші O мен H-тікін табуымыз керек. Біз бірақ O мен H-тікін білеміз, что олар постоянный. И кислородтікі всегда -2 болады. H-тікі +1 болады. И оларды индекске қойсақ, мына +2, мынанікі -8. И мынау 0-ге тең болу үшін мына +6 болу керек. +6-ны 2-ге бөлсек +3. Ответ А. Which element has a variable oxidation state in its components? Қайбір элемент бірнеше oxidation state бар. Содиум, натрий. Натрийнікі тоже постоянно, он всегда +1-ге тең. Yani бұл емес. Магнезиум. Магнезиум тоже постоянно, он +2-ге тең. Ол да емес. Капр. Капрға өзгеріп тұрады. Кейбір кездер +1 болуы мүмкін, кейбір кездер +2 болуы мүмкін. Yani ответ С. Цинкінікі тоже постоянно, онға +2. Да емес. Так. Келесі сұрақ, үшінші сұрақ. Which of the following reactions is a reduction process? Reduction процесс восстановления болу үшін бізде мына элемент, бірінші тұрған элемент электрондарды принимать ету керек, яғни плюс электрон болу керек. Если мына электрондарды қазір мына жаққа лақтыратын болсақ, біз мынандай уравнение шығады. Кальций -2 электрон плюс кальций +2. Яғни электрондар наоборот кетіп жатыр. Бұл oxidation процесс. Бұл емес еді. Мына жақта тоже минус электрон. Бұл да емес. Мына жақта тоже мынаны лақтыратын болсақ, -2 электрон болып түседі. Яғни С да емес, и ответ да +2 электрон. Келесі сұрақ, төртінші сұрақ. Which reaction is not redox? Реакция редокс болу үшін ол реакцияда бізде reduction процесста, oxidation процесста болу керек. Ну, біз мына жақта есеп оңай болып тұр. Потому что ответтеріне қарасақ, мына жақта бізде Б, С, Д да үшеуінде де простые вещества бар. Простые вещества болған кезде олардың oxidation state-тары 0 болады да. Мына жақта компаунд шыққанда олардың oxidation state-тары по-любому өзгереді. Oxidation state өзгерсе, яғни бұларда процесс reduction мен процесс oxidation бар. Яғни ответ Б да, С да, Д емес, и А болады. Мысалы, оны тексеріп көрсек болады. Мына жақта кальций сера бізде +4 болып тұр. Мына жақта сера кальций +2 болып тұр. Кислород -2 болып тұр. Мына жақта қайттан кальций +2, сера -2, кислород -2, сера +4, кислород -2. Oxidation state вообще өзгермейді. Яғни бұл redox reaction емес. Бесінші сұрақ. Which one is oxidizer in the following redox reaction? Oxidizer деген сол когда электрондарды принимать ететін кез. Яғни мысалы мына жақта жазып көрсек, феррум +2 мына жақта. Мына жақта феррум 0 болып тұр, мына жақта +2 болып тұр. Мына жақта карбон 0 болып тұр. Мына жерде +2 болып тұр. Карбон 0-ден карбон +2-ге ауысады. Мына жақта +2 электрон болып тұр. Мына жақта -2 электрон болып тұр. И ответ феррум О болады. Не үшін? Потому что феррум О өзіне 2 электрон принимать етіп тұр. И oxidizer вещество, которое принимает электронов. Ответ А. What is the coefficient in front of oxidizer in the given unbalanced redox reaction? Давайте метод ОВР-мен бұларға реакция қойып көрейік. Карбон 0, мына жақта +4, N +5, и мына жақта +4. Карбон 0-ден карбон +4-ге ауысты. Яғни -4 электрон. И азот +5-ден
Плюс 4-ге қосты. Плюс 1 электрон. Мына жақта 1, мына жақта 4. Значит, n-нің алдына 4 қоямыз. Карбондағы алтыда 1 тұрады. Мына жақта H4-і, мына жақта значит 2 қоямыз. Oxidizer, бағана айтып кеттім. Элемент, вещество, которое принимает электрон. Мына жақта oxidizer бізде HNO3. И n бізде, короче, 1 электрон принимает тұр, и оның алтыда коэффициент 4. Z, сақ. Жетінші сұрақ, what is a metallic bond? Metallic bond, көрсетіп кетейін мысалы. Былай, positive нелер тұрады, positive айындар тұрады. Осылар. Жандарда, былай, тығыз орналасады да, тығыз орналасып, жандарда кішкентай электрондар жүреді. Осы бізде, короче, электронға. И осы суретке сәйкес келіп тұрған бізде the electrostatic attraction between positive metal ions and a sea of delocalized electrons. Ответ А. Не үшін Б емес? Б-да бізде айтып тұр the bond formed by the sharing of electrons between non-metals. Non-metal atoms дейді. Бұл бізде covalent bondтың definition'ы. Яғни Б емес. The attraction between opposite charged ions бұл ionic bondтың definition'ы. Соңғысы the overlap of atomic orbitals to form a covalent bond. To form a covalent bond, значит, ЖБ metallic bond емес бұл. Келесі сұрақ. Iron is produced from its ore in the blast furnace. Which gas is produced as a waste product? Бізде какой-то бір осындай бір мет болады. И феррум 4 деген руда бар. И содан, короче, бізде чистый железаны осы метод арқылы алады дейді. Ол сол кездегі бір реакция жүреді бізде. Ол реакция феррум 3O4 плюс СО бізде шығады феррум плюс СО2. И осы жерде СО2 бізде waste газ болып тұр ғой. И ответ бізде А. Келесі сұрақ. Which characteristics of metallic bonds gives metals a malleability? Malleability деген сол пластичность. Пластичность, типа, өзің формасын өзгерте алады да, типа, мысалы, ұрған кезде электron бүйтіп. Майыстырсаң деген сияқты өзгерте алады да өзің несін, формасын. И ол бізде благодаря, короче, ability of layers to slide over each other арқылы болады. One сұрақ. Which of the following metals reacts vigorously with water? Vigorously дегеніміз ол бурная реакция ғой. То есть, суретті көрсетіп бір қалай болатын соның. И суға салған кезде бізде бурная реакция, короче, алкалайн металдармен болады. Яғни бірінші группаның металдармен. Натрий, калий, рубидий деген сияқты металл. Рубидий деген металдармен болады. И ол, мысалы, олардың ашында бізде ответтерде содиум бар. Содиум деген сол бағаның натрий бар. 11 сұрақ. What is the main advantage of using alloys over pure metals? Сіздердің кітаптарыңызда alloys деген жерде alloys деген тақырыпта жазылған, что alloys have improved mechanical properties such as strength and resistance. Бір пример келтірейік, мысалы, steel. Ол да бір сплав, короче, железо и карбон. И соның арқасында, типа, феррумның прочності көбейеді да, аллой арқылы. И ол, короче, бір преимуществосы сплавтардың. All metals can be extracted from their ores by heating metals oxide with carbon except кальций. Не үшін кальций? Потому что кальцийның реакцияның способности карбондан көбірек. Ал феррум, цинк, купрум дегендерді уже карбондан кішкентай. Цинк, феррум, потом купрум деген сияқты. Кальций үлкен болған соң, типа, кальций оксид, карбон кальций оксидта кислородты замещать ете алмайды. 100 грамм of natural limestone contains
16% of impurities. What volume of carbon dioxide can produced from its decomposition? Мына жақта impurities дегеніміз ол примеси ол бізге керек емес, былайша айтқанда мусор ғой. Типа 50% соның ішінде мусор. Қалған 50% ғана бізде таза кальций CO3 ғой. 100 грамның 50% ол 50 грамм, яғни 50 грамм кальций CO3 бар. И мына жақта CO2-ның волюмын табу үшін біз 50 граммды мынаның малярдың массасына бөліп, бірінші моль табамыз. Яғни кальций CO3-ның малярдың массасы мына жақта 40 плюс 12 плюс 48 100 грамм на моль. Грамм на моль. 100-ге бөлеміз. 0,5 моль. 0,5 моль кальций CO3 бар. И бұның молі бізде CO2 мольмен бірдей болып тұр, потому что коэффициенттер екеуінде бірдей. И 0,5 моль 22-де 4-ке көбейтеміз. Сол кезде бізде 11.2 моль шығады. Ой, литр деген. Литр. Ответ бұл. Sodium hydroxide reacts with all the given below except ferrum. Натрий OH ферруммен реакцияға в обычных условиях түспейді. Ол екеуі бір реакция жүрген какой-то бір қыздыру керек, типа там 500 градус па сондай керек болады, типа. H-хлормен реакция түседі, натрий OH реакция нейтрализация болады. CO2-мен тоже реакция түседі. Екеуі реакция түсіп, натрий HCO3-ні шығарады. Натрий OH алюминиймен тоже реакция түседі. Комплекс шығады ол кезде, бірақ олар реакцияға в обычных условиях түсе береді бұл жерде. А феррум ондай в обычных условиях реакция түспейді натрий OH-ке. 15-ші сұрақ. Which of the following is correct for compression properties of бірінші екінші группа дейді. Бірінші екінші группа дұрыс стейтменттарды табуымыз керек. Reactivity of first and second groups дейді. Но бірінші группаның реактивності екінші группаға қарағанда всегда үлкенірек болады. И поэтому сразу P мен D-ны өшіріп тастай салайық. Reactivity for both increases up the group. Не үшін? Мысалы, бірінші группаны алатын болсақ, натрий, астында калий, рубидий, цезий тұрады. И реактивность үстіне қарай өседі. Натрий калийға қарағанда более реакционно способный, более активный болады. Калий рубидийға қарағанда, рубий цезийға қарағанда. И үстіне қарай бізде активность өсіп жатыр. Ответ С. In Kazakhstan, aluminum plant is located in Pavlodar city. Which method is used to extract aluminum from its source? Сізден кітаптан жазылған электролиз деп. Электролиз пределе мыналардың ішінде единственный способ, потому что combustion деген вообще реакция горения. Реакция горениемен біз чисто алюминийні аламаймыз. Алюминий оксид шығып кетеді. Reduction with carbon, тоже келмейді. Distillation вообще ол метод разделения жидких смесей, жидкий заттарды бөліп алатын способ. Так что ответ тек қана бұл болады. What happens when water is added to CaO дейді. Реакцияны жазайық. Мысалы, CaO плюс H2O бізде CaOH шығады. CaOH дважды. It forms calcium carbonate, жоқ, бізде CaOH шығады. It produces calcium hydroxide and release heat. Мынау реакция экзотермический, поэтому плюске болады, еще айтпақшы. Ответ Б. It forms gypsum. Гипстің формуласы айтып кете салайын. Кальций SO4 көтерілген 2 H2O. И бұл да емес. It forms a precipitate of calcium sulfate. Просто кальций SO4. Бұл да келмейді. Ответ Б. General formula of oxides and hydroxides for alkali metals. Alkali metals дегеніміз бірінші группа. Бірінші группаның валентності бірге тең болады. Біз білеміз, что кислородқа 2, бірінші группанікі 1 болса, значит ол какой-то X2O болады. Сонымен дұны өшіріп тұтаймыз. XO дегеніміз, когда X-тің де валентності 2 болған кез. Мына жақта
X OH болады, потому что OH 2 болып кетсе, ол уже валентность 2 деген сөз. И ответ А. Which property do all metals have дейді? They are soluble in water. Жоқ, вообще деймін. Көбісі өрт суда ерімейді. They conduct electricity. Келеді. Почти емес, бәрі металдар типа электричество өткізеді. They have a high melting point. Ну, температура плавления көбісінде там высокий, бірақ бір элементтер бар, мысалы ртуть деген сияқтылар, олар типа обычный там условияда да типа жидкий болып тұрады. Көрген шығарсың, типа жидкий болып тұрады олар. They react with dilute sulfuric acid дейді. Разбавленный серный кислотамен реакцияға түседі дейді. Бәрі разбавленный серный кислотамен реакция түседі. Мысалы аштан кейін тұратын элементтер бар емес пе? Ага, куприн, там ртуть дегендер, все там золото дегендер реакция түспейді. И поэтому ответ Б. Which of the following best describes cast iron? Cast iron дегеніміз чугун ғой. Ну, чугунның типа составы феррум и карбон. Карбон ішінде 4% болады, но 96% болады. An alloy with a low percentage of carbon and high ductility. Ну, ductility деген бізде пластичность, да, и чугун пластичный емес, оның типа формасы өзгермейді, қатты болады ол. И так что А келмейді негізі. A pure form of iron. Жоқ, бағана айтып кеттім, оның ішінде карбон да болады, келмейді ба. A non-metallic material. Жоқ, железо бар ішінде, ол железо, ол металл. An alloy with a high percentage of carbon. Ойлауларыңыз мүмкін, типа high percentage тоже келмейді деп, бірақ относительно басқа заттарға қарағанда, оның типа карбонның типа проценті реально көп. Мысалы, сталь бар емес пе? Стил. Ода, мысалы, ол тоже феррум мен карбонның сплавы да, бірақ ол жерде типа карбонның проценті бар жоғы 2%-ға жете ме, жетпей ме, сондай. И оған относительно қарағанда чугундық көбірек. Поэтому относительно relatively деген сөз қосылғанда более дұрыстау болады. И ответ Д болады.